ер адам болу өте қиын. Ер адам болу әйелдерге оңай, себебі әйел бала туады. Әйел ылғи процесте жүреді. Ер адам процестен шығып қалады. Ер адам болу іш пыстырады. Ер адам болу іш пыстырады. Себебі ол тамақ пісірмейді. Негізгі миссиясы. Пісіретіндер бар, пісірген жер аспайды. Ер адам не істеу керек? Ер адам ақша табу керек. Ер адам жауға шабу керек. Жауды қайдан табарсың сен бейбіт күнде? Кіммен барып соғысасың? Оның өзінің табиғатында ол қан көру керек. Қоғамның эмансипацияланып жатқаны да сондықтан болса. Ол қазір басқа формаға айналып бара жатыр. Неге? Себебі өзінің табиғатынан алыстап кетті. Алыстаған кезде ол жалғызсырайды. Егер ол барып қан көріп келмесе, ол өзінің табиғатынан алыстап кеткен кезде ер адамда басқа формат, басқа форма пайда болады да, ол жылағыш болады, ол жалғызсырағыш болады, ол бала кейпіне түсіп кетеді. Кәдімгі бала кейпіне түсіп кетеді. Ер адам ергіндікпен әйелінің қасында болу керек. Ер адам жауға шабу керек. Қараңызшы, сіз өз сөзіңізде ер адам басын көтеріп жүру үшін әйелі артық сүю керек дедіңіз. Дұрыс айтты. Мен осы сөзімді келтірейін деп отырмын. Ер адам жауға шаппаған ер адамды әйелі артығырақ сүю керек. Сонда ол ер адамның табиғатынан алыстамайды. Жұмаш ағамызды сіз артық сүйетін болып отырсыз. Сүю керекпін, сүйем де. Бұйырса. Ол дегеніміз не? Артық сүю дегеніміз. Артық сүю дегеніміз артығырақ бас ию. Артығырақ әділетсіздігіне көну. Оның барлық кезде ақ қағаздың үстінде түзу жүргізу емес. Ер адам түзу жүруге тиісті емес. Біздің қазіргі болып жатқан проблема содан. Біз әділетсіздікті қабылдай алмағасын, әйелдер проблемаға тап болады. Әділетсіздікті сен шешпейсің, жоғарыда шешті. Сен үшін мәселен сүйгеннің құлы бол дегенмен келісемін де, бірақ егер еркек бола тұра қыз баласына қол көтерсе, мен ол жаңағы менің әңгімеге қайтып келуімізге болады. Ол жауға шапқан жоқ, ол қан көрген жоқ, ол қырғын көрген жоқ. Сондықтан сол қару сыртқа шығып қолданбағаннан кейін, сіз қазір оларды ақтап тұрған жоқсыз? Жоқ, ақтап тұрған жоқпын. Отқа түсіп суға салынбағаннан кейін, ол табиғат оны соған жұмсатқызады. Сондықтан ер адам үлкен қызметте болу керек. Ер адам ауыр жұмыста болу керек. Агрессияны қалай сублимация? Ауыр жұмысқа бару керек. Ауыр жұмысқа бару керек. Сублимация тек қана ауыр жұмыс. Кәдімгі қолмен жасалатын ауыр жұмыс. Егер жұмысың жеңіл болатын болса, мәселен, IT, банк, ақылмен, мимен жұмыс істейтін, сонда еркекке бәрібір де тағы да физикалық жұмыс керек пе? Міндетті түрде физикалық жұмыс керек. Ол табиғат. Ол табиғат, табиғаттан алыстап ешкім кетпеген, кете де алмаймыз. Кеткен күнде біз онда өзіміздің жынысымыздан да, ділімізден бәрінен айырыламыз. Бәрінен айырыламыз. Сондықтан физикалық жұмыс керек. Физиономия қозғалу керек. Міндетті түрде ащы тер шығу керек. Ащы термен жын мен перінің бәрі шығып кетеді.